Жер тұруға жарамсыз болғаннан кейін 24-17 ғасыр өткен соң, ұзақ сапармен жақсартылған ұшқыш Каакли және оның жасанды интеллект серігі Роско адамзат үшін жаңа мекен іздеп, Кеплер 16 атты жаңа планетаға аттанды. Миссияның 210 жылында бір күні Роско Кааклиді әдеттегідей таңертең оятып, жағдайын сұрады. Жасанды интеллект серігімен бірнеше минут әңгімелескен соң, Каакли пішін сақтау үшін жаттығу жасады. Қолайлы қолда 210 жыл өткен еді. Содан кейін Каакли таңертең жөндеу жұмыстарымен айналысты. Түс ауа Роскоға көкөніспен түскі ас дайындауды бұйырды. Түскі ас ішіп отырып, Каакли ойын босату үшін бірдеңе табуды қалап, ғарыш кемесінің жүйелері туралы егжей-тегжейлі техникалық сұрақтар қойып, бәрі тәулік бойы қатаң бақыланатынына сенімді болды. Бірнеше сәттен соң Каакли бөлмедегі өсімдіктерді жеңіл тексеріп, су жеткілікті ме деп ойлады. Роско жылдам сынақ жүргізіп, топырақтағы су мөлшері нормада екенін растады. Кейін оттегі деңгейіндегі ауытқуды байқап, ұшқышты үрейлендірмеу үшін Роско жасыл бөлмедегі оттегі өндірісінің аздап төмендегенін хабарлап, өсімдіктерді тексеруді ұсынды. Каакли ұсынысты орындап, пальмаларды тексеріп, ауру өсімдікті көріп таңғалды. Қатаң реттелген ортадағы мұндай жаңалыққа таңырқаған және оның таралуынан бұрын алдын алу үшін Каакли жылыжайды дезинфекциялап, жұқтырған үлгіні зерттеуге дайындалды. Алайда Роско жылыжайға қалай ластаушы кіргенін түсіне алмай, Кааклидің жоспарына көмектесудің орнына тығыздалған ғарыш кемесінде мұндай оқиғаның қалай болғанын анықтауға уақыт жұмсады. Каакли түстен кейін барлық ластанған өсімдіктерді жинап, оттегі шығаратын пальмалардың 4,5%-ын жоғалтып, стресс алды. Мұны көріп, жағдайға жаны ашыған Роско Кааклиді тыныштандыруға тырысты, өйткені оның миллион дәрежесі бар еді. Кейін Роско мен Каакли жағдайды талқылап, егер үлгі жалғасып, шығын 6%-дан асса, миссия автоматты түрде сәтсіз болатынын түсіндірді. Тығыз жүйеге патоген қалай кіріп, инфекция туғызғанына әлі таңырқаған Роско 6%-дан артық кез келген нәрсе борттағы барлық эмбриондарға қауіп төндіретінін қосты. Адамзатты сәтсіздікке ұшыратып, жойылуға қалдырмау үшін Каакли бұл фактіні ысырып қойып, инфекцияның вирус туғызғанын біліп, бар күшін антивирус әзірлеуге жұмсады. Кейін Каакли жылыжайды әрбір дүйімін дезинфекциялап, Роскомен сөйлесіп жүріп, оттегі шығынын үнемдеу үшін маңызды емес электр қондырғыларын өшіруді шешті, тіпті мардымсыз болса да. Мен түсінемін, ол қызықты және механикалық табылған нүкте, маңызды емес, электр қондырғыларын өшіре аласың ба, уақыт өшіру және қараңғылықтың желдеткіші. Содан кейін Каакли Росконың антивирусты әзірлеуін қадағалап, жылдам инфекцияны тоқтатады деп үміттеніп, оны барлық пальмаларға шашты. Алайда кейін Роско тағы сынақтар жүргізіп, инфекцияға арнайы бейімделгеніне қарамастан дәрінің мүлдем сәтсіз болғанын хабарлады. Прецедентсіз қиындықты жеңу қиын болып, Кааклиде, Роскода ғарыш кемесіндегі оттегі деңгейінің одан әрі төмендеуінен қорқып, паникаға түсті. Бұл жақында маңызды жүйелер мен борттағы эмбриондарға әсер етеді. Қиындықтың ауыр салмағын сезініп, Каакли жағдайды тыныш бағалап, мүмкіндіктерді өлшеу үшін Росконы бірнеше сағатқа өшірді. Кейін Каакли вирусты өлтірудің жалғыз сенімді жолы иесін жою деп шешіп, барлық пальмаларды жойып, жаңа партия отырғызуды ұсынды. Алайда ұшқыштың шұғылдығын сезінгеніне қарамастан, Роско бұл идеяға қарсы шығып, ауру өсімдіктерден төзімді пальма штаммын әзірлеуге болатынын айтты. Содан Роско ұсынысты қарастырып, егер оны орындаса, жаңа партия өскенше 2 жыл оттегі жетпейтінін, болашақ сәбилерді қабылдау үшін оттегі деңгейіне жету бүкіл сапарды алатынын түсіндірді. Тағы да тұйыққа тірелген Каакли ғарыш кемесіндегі оттегі шығынын азайтып, қай жүйелердің ең көп қолданатынын сұрады. Алайда Каакли жалғыз органикалық жүйелер ретінде өзімен эмбриондар өсімдіктер шығаратын оттегінің 98%-ын қолданатынын біліп көңілі қалды. Паника күшейіп, Каакли өзінің эмбриондардан артық оттегі қолданатынын мойындап, өзін өлтіру миссияны жеңілдетеді ме деп ойлады. Роско ұсынысқа қатты қарсы шыққан соң, Каакли логика сақтап, онсыз миссия өз жолымен жалғасатынын түсіндіріп, ғарыш кемесі Кеплерге жеткенде еңбекті автоматтандыруға, Росконың жасушаларын инкубациялап, балаларды өсіруге болатынын еске салды. Күтпеген ұсыныстан әбден шошынған Роско әр сценарийдің деректерін талдау үшін уақыт сұрады, сонда ақпараттық кеңес бере алады. Алайда қатты шаралардан әлі қалпына келмей, басқа шығу жолын іздеп,
Роско қосалқы жылыжай салу және қосымша оттегі өндіру жолын табуға болатынын айтып, оны зерттеуге уәде берді. Кейін Коакли маңызды мәселе үшін ең жақсы шешім іздеп зерттеу жүргізіп жатқанда, Роско барлық деректер мен симуляцияларды талдап, ең жақсы шешім борттағы балдырларды өзінің негізгі фрейміне отырғызу деп жариялады. Бұл тікелей өмір сүру жүйесіне оттегі береді. Өйткені негізгі фрейм өмір сүру жүйесіне оттегіні тікелей бере алатын тамаша орын. Қатты идеяға таң қалған Коакли миссия үшін өзі немесе Росконы өлтіруді таңдау керек сияқты сезінді. Коаклидің қатты қарсылығын байқап, оны тыныштандыру үшін Роско қайсының миссияны сәтті аяқтауға қолайлы екенін анықтау үшін қосымша симуляциялар жүргізуге уәде берді. Сонда ақпараттық шешім қабылдай алады. Стрессті және ұйқысыз түннен соң Коакли ерте тұрып, Росконың есеп нәтижесін ашуды сұрады. Алайда Роско әдеттен тыс қарсылық көрсетіп, тақырыпты өзгерткісі келді. Таңырқаған Коакли қатаң түрде нәтижелерді сұрап, өзінің миссияны аяқтауға және кеплерде өмір сүруге аздап қолайлы екенін біліп күлді. Мен мұны қайта тексергім келеді. Росконың ниетіне күмәнданған Коакли есептерді қайта тексеріп, серігінің мәнін белгілеп, күтпеген айнымалылар қосып, нәтижені көтергенін біліп алаңдады. Маған берген жауапқа сен. Егер өтірік айтсаң ше. 210 жыл бойы жалғыз серігі болған және миссияның жалғасуына үлкен рөл атқарған Росконы жою мүмкіндігіне тап болған және әбден шаршаған Коакли күні бойы Росконың нұсқаулығын оқып, жүйені біржола жоюдың айналып өту жолын іздеді. Сол кеште Коакли ерте ұйықтауға жатты, бірақ түні бойы ұйқы көрмей, төсекте аунап шықты. Келесі күні таңертең Коакли ерте тұрып, үлкен игілік үшін қиын шешім қабылдау керектігін есіне түсіріп, Росконың күрделі негізгі фрейміне беттеді. Мен тіпті күш және он. Содан Росконың нұсқауы бойынша және эмоциялы Коакли жүйені біржола өшіруге дайындалды. Соңғы сөздер. Маған балаларды жақсы күт. Содан жалғыз досы үшін жылап, Коакли тұтқаны тартып, Росконың жүйесін өшірді. Біраз уақыт өткен соң, ғарыш кемесі кеплерге жақындағанда Коакли күнделікті жұмыстарын жалғастырды, бірақ толық жалғыздық пен тыныштықта батты. Қоршаған босшылықтан алаңдамау үшін Коакли жұмыстарына шоғырланып, жоспар бойынша негізгі фреймге балдырлар отырғызды. Роско болжағандай балдырлар жылдам өсіп кішкентай орман құрады. Қымбат шешімнің сәттілігіне жеңілдеп, Коакли ғарыш кемесінің оттегі деңгейін тексеріп, нәтижеге таң қалды. Содан процедура бойынша Коакли қоныстану дайындығын бастап, нұсқаулықтарын мұқият оқи бастады. Біраз уақыт өткен соң, Коакли эмбриондарды жасанды жатырда туу үшін қажетті дайындықты жасап, процедураны сақтықпен орындап, жақсы жаңалық күтті. Алайда кейін барлық әрекеттерінің сәтсіз болғанын көріп көңілі қалды. Адамзаттың болашағын қолында ұстаудың қысыммен әбден шаршаған Коакли күні бойы процедура туралы барынша оқып, үдерісі қайта-қайта сынап, жағымды нәтижеге үміттенді. Жылдар бойғы сынақтар мен эмоциялық толқулардан соң, Коакли ақыры алғашқы сәбиді туғызып, қуана қарсы алып, оған деген ат қойды. Бірнеше жыл өткен соң, Коакли адамзат 3 ғасыр бұрын тұруға жарамсыз болған жерді тастап кетуі керек болғанын баяндады. Содан оған кеплерге келу үшін тұқым отырғызатын 50 дронның спутниктік суреттерін көрсетіп, жаңа мекенді ата-бабалары жерге қарағанда жақсы күту керектігін үйретті. Коакли өзінің биологиялық жақсартылғанын, қартаймайтынын түсіндіріп, кеплердің дұрыс қоныстануына көз жеткізетінін айтты. Бір күні өзінің күзетшісінен үлкен болатынын түсіне алмаған жас қыз нақтылауды сұрады. Сен жылдам өсумен кездесіп тұрсың, мен жаңа және сағат сайын жаңа жексенбіде тапсырыс беріледі. Біраз уақыт өткен соң, Коаклиге жасанды жатырдан сәтті туған жаңа сәбилерді күтуге көмектесті. Содан жас қыз өзгертілген жылыжайды суарып, Росконың құрбандығы үшін алғыс айтты. Балаклавалар төмен, рахмет сен сияқты. Біраз уақыт өткен соң, Коакли әртүрлі жүйелерде симуляция жүргізуді үйретіп, өз бетінше болудың маңыздылығын түсіндірді. Мен жасай аламын. Содан басқа балалар ойнап жүргенде, Коакли шетке тартып, миссияның сақ болу мен тәртіпке байланысты екенін баса айтып, кез келген жағдайда ережелер мен процедураларды қатаң сақтауды ескертті. Жылдар өткен соң, ғарыш кемесі кеплерге жақындағанда бірнеше минут шайқалып, борттағы жас өспірімдерді қорқытты. Ғарыш кемесі қауіпсіз қонған соң,
басқа балаларды тыныштандырып, тарих алдында тұрған және түсуге дайындалған Кааклиге көмектесті. Мен білемін, мен балаларды сендің маққа сенімде ұстаймын. Каакли жерден шыққанға дейін берілген өте ерекше және мағыналы алқа береді. 1-3 иә. Жалғыз қалған соң, Каакли адамзаттың жалғасуына кепіл болған миссияның маңызын сіңіріп алды. Ұзақ, толық жалғыз және қиын сапардан соң, ол 336 жылда алғаш рет ғарыш кемесінен шығып, Кеплердің қалаулы жасылдығына қадам басқан соң жеңіл тыныс алды. Жылдар өткен соң, Кеплер жақсы қоныстанған, өркениет-өркендеп, қалалар жасылдық арасында биік тұрды. Ол адамзатты мейіріммен қабылдап, жаңа мекенге бейімдеді. Бір күні Каакли В-ның қайтыс болғаны туралы хабар алып, жерлеу рәсіміне асықты. Сонда қазір ақ шашты қария әйелдің мәйіті тыныш жатты. Қоғам құрметті қоштасу рәсімін дайындады. Келген соң, Каакли В-ның әлі алқа тағылған мәйітіне салмақты қарап, адамзаттың жалғасуының алғашқы нақты үміті болған әйелдің естеліктеріне батты. Естеліктер ойында жарқ етіп, Каакли адамзатты жаңа көзқараспен көрді. Ғаламдағы нәзік көзді ашып жұмғанға ұқсайтын нәрсе ғасырлар бойы жалғасатын, із қалдыратын күшке айналды. Ал енді мен сені балаларыңда көремін.